Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қара наннан чесночный гренки дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші қара нанды ұзыншалап тураймыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз, және де лайк басып, комментарий қалдырамыз. Содан соң чесноктарымызды видеодағыдай қылып үстіне басып, ортасынан кесіп, және майға салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарғаннан соң оны алып тастаймыз. Содан соң сол майымызға нанымызды салып, бір келкі қылып қуырып аламыз. Енді нанымыз қуырып алғаннан кейін бөлек ыдысқа оны суытамыз. Енді осындай бір салафанды аламыз, үстіне майдаланған чесногымызды саламыз, және сухарийімізді салып, үстіне тағы да чеснок салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және осының қасына майонезге укроп қосылған соуспен бірге берсеңіз, өте дәмді және аппетитіңізді ашады. Менің балдарыма өте ұнады, және сіздерге де кеңес беремін. Ас болсын.